Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Біз енді бағдарлама бойынша осы пәннен қолданбалы механика ары лекциямызды жалғастырамыз. Өткен жолы эквивалентность пар деген материалды бастадық. Тек қана басын бастадық, енді соны ары қарай жалғастырамыз. Эквивалентность бар, әдебиетті мен сіздерге ең бірінші лекцияда айтқанбыз, сол Тарктың кітабы, сол бойынша жалғастырамыз. Сол енді өздеріңіздің алдарыңызда экраннан көрініп тұрған 45-ші суретте мынау F'2 күш басқа P' күшіменен алмастырылады. Бірақ соны алмастыру кезінде жаңағы F' күшті анау басқа күштермен алмастыру кезінде тепе-теңдікті бұзбас үшін бұл күш деген бір-біріне қарама-қарсы, бір-бірін жойып отыратын осындай екі күшті қосады. Содан өздеріңіз жаңағы суретте көріп отырғандай, жаңағы Q және Q' күш ол бірін-бірі қарама-қарсы, әрдайым бірін-бірін теңестіріп отыратын күш болғандықтан кейін мынадай формула орынды болады. Осы нәтижеден келесі теңдік шығады. F'(1) F'(2). Сонымен біз қандай нәтижеге қол жеткіздік? Біз мынандай нәтижеге қол жеткіздік. Егерде бір жазықта кез келген пара болса, парасил, қосарланған күш, парасил. Сол парасилді жаңағы жазықта басқаша бір нүктеге орналастыруға болады екен. Мен осы нәтижеге қол жеткіздік. Осыдан шығатын екі салдар следствие дейді, жазыңыздар. Бірінші пара күшті жазықта кез келген нүктеге орналастыруға болады. Бұл бірінші салдар. Екінші берілген пара күште күштің модулі және плечоны өзгертіп отыруға болады. Бірақ сол кезде момент тұрақтығын өзгертпей сақтау керек. Келесі теорема жазыңыздар. Жаңа теорема орынды. Келесі теорема. Берілген пара күшті
берілген пара күшті. Тұрған жазығынан параллель екінші жазыққа орын ауыстыруға болады. Осы нәтиже сол өздеріңіз қарап отырған кітапта, әдебиетте 53-ші бет, 53-тің соңында, 54-тің басында осы сұрақ талқыланған. Атап айтсақ, 47-ші бетті қараңыздар. 47-ші бетте осы жағдай көрсетілген. Енді бұның дәлелі қиын емес, қарапайым жағдайменен айтылғандықтан, және осы өздеріңіздің алдарыңызда кітапта тұрғандықтан, бұл жерде біз тоқталмай, материал көп, әрі қарай бағдарлама бойынша жүре берейік. Келесі жаңа параграф 55-ші бет жазыңыздар. 55-ші бет 20-ші параграф. Bir жазықта жатқан пара күштерді қосу деп аталады. Осы параграф. Bir жазықта жатқан пара күштерді қосу. Әртүрлі паралардың тепе-теңдік күйі. Бұл мәселе алдарыңызда тұрған кітапта, әдебиетте 55-ші бетте айтылған. Және суреті тұр сонда. 49-ші суретке қараңыздар. 49-ші суретке қарасаңыздар, сол жерде жаңағы 3 момент келтірілген. Көріп тұрсыздар ғой. Бірінші момент P1 көбейтілгенді, екінші момент демекі минус P2-ді қарап отырсыздар, таңбасы минус, аналарға қарама-қарсы момент. Үшінші момент P3-ді алдарыңызда тұр, сол суретменен. Сосын айтылған, мынау B нүктеде мынау қорытынды күш болады. Ал A нүктеде қорытынды күш R'. Осыдан шығады R', P1 минус P2 плюс P3. Нәтижесінде осы үш пара күш, мынандай R' деген бір пара күштің моментіменен алмасады. Сонымен нәтижесінде соңында біз мынандай нәтижеге қол жеткіздік. Мынандай жазықта берілген моменттерді қосуға болады. Енді қарасаңыздар, осы 55-ші беттің соңында задача
17 деген есеп тұр. Осы есепті мен сіздерге үйде осы есепті жаңағы неде кітапта шешіммен тұр. Өте жақсы есеп. Мынандай айтады ғой әлгі шестеренка дейді. Мынау әлгі мынандай тістері бар. Бірден бөлек, екіншіден бөлек, оның да тістері бар. Сонда мынадан бөлек тістер арқылы екіншісін айналдырады. Мына жаққа тағы бірден бөлек қосып қойсаң, ол тістермен ол үшіншісін айналдырады. Осындай шестеренка, шестерня деп атайды. Шестерня жүйесіне осы моменттерді пайдаланып шығарылған есеп. Өте жақсы есеп. Оны біз енді лекцияда қарастырмаймыз. Өздеріңіз білесіздер, бұл өздеріңіз үйде үй тапсырмасы ретінде қарастырыңыздар. Осы есептің мына бізге қолданбалы механика деген осы сабаққа өте сондай келуші дағы тақырып бойынша өте жақын тұрған есеп. Сондықтан үйлеріңізде осы есептің шешімін талқылап, соны өздеріңіз үйреніп жадыларыңызда сақтаңыздар. Біз енді теория бойынша әрі қарай жүре берейік. Жазыңыздар, келесі 56-шы бет. 56-шы бет, параграф 21. Параграф 21. Күшті параллель орын ауыстыру. Параграфтың аты. Күшті параллель орын ауыстыру. Мәселе 51-ші суретте көрсетілген. Сонда қайтеді? Сонда мынау F деген күшті, F деген күшті, F штрих деген А нүктеден Б нүктеге орын ауыстырады. Сол кезде орын ауыстырғанда енді бұл механикада, прикладной механикада ол былай ғой, күштің бір нүктеден екінші нүктеге орын ауыстырсаң, әрине ана денеге әсер ету, қорытынды әсер ету жағдайы өзгереді. Солай ғой. Сондықтан ол енді осы параграфтың нәтижесінде былай делінген. Егер де сен күшті орын ауыстырсаң, оған сен орынды ауыстыр, бірақ қосымша жаңа момент пайда болады. Сол қосымша қосылған жаңа момент қалай пайда болады, соны қазір біз талдаймыз. Мінекей өздеріңіз көріп отырсыздар, жаңағы суретте анау F-ті F штрих қылып орын ауыстырғанда тепе-теңдік күйді өзгертпеу үшін екінші F2 штрих деген күшті қосады жаңағы F штрихқа. Қарама-қарсы болады. Өйткені жағдай, ситуация дейді ғой, ситуация өзгермеу керек. Сондықтан анау F2 штрих күшті қосады. Сол кезде мынау Б нүктеге байланысты мынандай момент пайда болады. Мынау немесе мынау F2 штрих осы парасилдің қосымша момент пайда болады. Сонымен біз мынандай
нәтижеге қол жеткіздік. Егер де күшті басқа нүктеге аударатын болсақ, сол аударған нүктеге байланысты мынандай қосымша момент пайда болады. Соны әрдайым жаңағы қосып отыру керек. Келесі 57-ші бетте есеп талданған. Оны да өздеріңіз практикалық сабақта қарастырасыздар. Жалпы мен тағы да қайталап айтайын, осы Тарк автор кітабы маған ұнайтыны, теорияда жақсы айтылған, өте тамаша айтылған. Сосын практический есептер шешіммен талдап көрсетілген. Сонда бұл әлгі студентке, білім алушыға өте сондай құнды таптырмайтын кітап осы. Мен өте осы Тарктың кітабын өзім өте жақсы көремін. Әрі қарай кеттік енді. 57-ші бет, 22-ші параграф. 57-ші бет, 22-ші параграф. Қалай деп аталады? Жазықта берілген көп күшті, қалай дейді? Жазықта берілген кез келген Фн күшті бір центрге келтіру. Бір нүкте оға келтіру. Осы мінекей параграфтың аты. Мәселе осы беттегі 54-ші суретте көрсетілген. Сол бойынша біз мынау F1 деген күшті F1 штрихқа алмастырдық, орын ауыстырдық. F2-ні F2 штрихқа, F3-ті F3 штрихқа, солай кете береді. F2-ді F2 штрихқа орын ауыстырдық. Сол кезде осыны былай деп жаздым. F1 тең F1 штрих, F2 тең F2 штрих, F3 тең F3 штрих, F2 штрих. Міне осыны 28 деп белгілеген жаңағы әдебиетте. Енді жаңа алдында айтқан теорема бойынша біз барлық күшті он нүктеге орын ауыстырғанда қосымша қандай моменттер пайда болады? Қосымша мынандай моменттер пайда болады. М1 тең МО F1, E2 тең МО F2, M3 МО F3, осылай кете береді тағы, MN тең МО FN. 28 штрих. Осындай қосымша моменттер пайда болады. Жаңа алдындағы дәлелдеген теорема бойынша. Сонымен біз мынандай нәтижеге қол жеткіздік. Жаңағы FN, кез келген FN күшті бір он нүктеге жинаймыз. Сол кезде қорытынды күш мынандай болады. Қорытынды күш мынандай болады. Және мынандай қорытынды момент қайтеді? Пайда болады. Иә, дұрыс айтасыздар. Пайда болады.
29, мынау 30. Міне осындай нәтижеге қол жеткіздік. Тамаша нәтиже. Мынау әлгі кез келген балка кез келген конструкцияны есептегенде көп күш жазықта жатса, барлығын бір нүктеге жинап әкелесің. Жинап әкеле бер, онда тұрған ештеме қиындық жоқ. Қосымша мынандай моментті қосасаң, немене? Болғаны. Енді әрі қарай тағы да осы жерде 18 деген есеп тұр, әр жағында шешімменен. Оны да сіздер өздеріңіз үйде осы теорияны бекітіп, өздеріңізге бекітіп, тағы да үйде дайындалғанда сонда есептің шешімін көресіздер. Мынандай бір параграф жазыңыздар. Келесі 59 бетте. Жазықта берілген күштердің системасын қарапайым түрге келтіру. Параграфтың аты. Жазықта берілген 23 параграф. Жаңа 29 бетте дедім ғой. 23 параграф 29 бетте. Бірінші жағдай дейміздер. Бірінші жағдайда қорытынды күш нөлге тең.